Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен тоңазытқышта не бар, соның барлығын қосып, тіпті сіздің уақытыңызды алмайтын, қуырмайтын, ұсақтап турамайтын, пістіма деп қазанның қақпағын жүз ашпайтын, араластырмайтын, қақпағын жауып, отқа қойып, үйді жинап, ыдысты жуып, шай дайындап, пістау деген кезде қақпағын ашып, қазанды төңкеріп, суына нанды батырып, деп салфеткамен қолыңызды сүртіп отыратын, дәмі аузыңыздан кетпейтін ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Бізге керек кез келген ет, ақ пияз, көк пияз, қырыққабат, бой өсіретін көкөніс, көк пияздың подружкасы, сарымсақ, қызыл, жасыл, сары тәтті бұрыш және атам еккен картоп қажет. Так, неден бастасам екен, еттен бастайын. Құрғыр, мына кастрюль жер-көкке сыймады ғой. Орнын міне тапты. Енді әрі қарата етімізді үлкен бөліктерге бөліп кесеміз. Жарты кесе сұйық май құйып, етімізді қазанымызға саламыз. Мендегі ет тұздалған, сондықтан мен тұз сеппедім. Егер сіздің етіңіз тұздалмаған болса, міндетті түрде аз мөлшерден тұзды себелеп сеуіп қойыңыз. Одан кейін бір пиязды алдым да, ұсақтап турайын деп ойладым да, сосын қош бұл манты емес қой дедім да, домалақ қылып турай салдым. Сөйттім да, оны еттің үстіне қойып қойдым. Сосын өзінше тамағым әдемі көрініп тұрсыншы дедім да, ою қылып сәбіздерді турап тастадым. Бұл жолы сәбіздерді пышақпен емес, терканың темірімен турадым. Енді сәбіздерде шок болды ау деймін, біріншісінде қашты, одан кейін үйренісіп әйтеуір турап шықтым. Сөйттім да, оны да салып қойдым қазанға. Сосын картопты да дәу қылып, кейбіреуін ортасынан екіге бөліп турап, оны да қазанға тастай бердім. Кейбіреулер енді картошканы вообще турамайды да. Солай сыртын ашып, жуып қазанға сала салады. Одан кейін сарымсақты алдым да қарап, кішкентай ғой, бұны турасам ба, турамасам ба, әлде осылай сала салайын ба деп ойландым да. Сосын қойш, бұны да турай салайын, бұл да ренжіп жүрер дедім да. Оны да турап тастадым. Одан кейін жасыл бұрыш, қызыл бұрыш, оларды да турап қазанға салдым. Үстіне көк пиязды 3-ке бөлдім, подружкасын алдым да 4-ке бөлдім. Сөйттім да 40 қабатты алып 2-ге бөлдім, одан тағы 2-ге бөліп, одан кейін өзегін алып тастадым. Сөйтіп көкөністердің барлығы қазанға салынғаннан кейін үстіне тұз сеуіп, қара бұрышты бұрқыратып, паприканы сеуіп, үстіне жапырақты лақтыра салдым. Сөйттім да 1 кружка суға 2 ас қасық магазиннің езіліп кеткен помидорын салып, жақсылап араластырып, томатный сок істедім да. Сосын оны да қазанға құйдым. Сөйтіп, картошкалар тоңып қалмасын дедім да, жаңағы 40 қабаттың қабаттарын шештім да, енді хотя бы 3 қабат, 4 қабат қылып жұқартайын дедім да. Сосын соны жұқартып, әйтеуір бетіне жауып қойдым. Сөйтіп, қазанның қақпағын жауып, қатты отқа қойдым. Қайнағаннан кейін қақпағын аштым да, сосын одан кейін ақырын отқа 40-45 минутқа қойып қойдым. Сөйтіп 45 минут өткеннен кейін асымыз дайын болды. Енді асымызды кафедегідей сәндеп, әдемілеп, тәбетті ашатындай оформление жасап, дастарханымызға ұсынамыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп қойыңыз. Билеті бар, бірақ орны жоқ, көрермен сияқты болып қалмас үшін менің каналымнан өз орныңызды алып, подписка жасап қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.